Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен қайта қауышқан Нұрдана. Бүгінгі видеода біз өте дәмді балмұздақ дайындайтын боламыз. Ең керемет әрі ең қарапайым және де күшті рецепті. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Бізге керек заттар шоколад, және араластырғыш қасығымыз және де ыдысымыз, сгущенка, сүт қажет болады. Мен бұл жерде лактель сүтін қолдандым. Ол өте керемет сүт және де біздің балмұздағымыз өте жақсы болып шығады. Осылай сүтімізді құйып аламыз, одан кейін шоколад аламыз. Кез келген шоколад болады, және де барлығы дәмді болса, яғни өзіңізге ұнайтын шоколад болса, ол керемет үйлеседі. Енді осылай шоколадымызды ұнтақтап аламыз, жақсылап араластырамыз, одан кейін үстіне сгущенка құямыз. Сгущенканың кез келген түрін қосуға болады, тек қана дәмді болса болғаны. Енді жақсылап араластырып, холодильникке бір күнге қойсаңыздар болады, немесе морозильникке 5-6 сағатқа қоюға болады. Жақсылап қатқаны дәмді болып шығады. Мінекей достар, осымен біздің балмұздақ дайын. Қазір бетін ашып көрсететін боламын. Ең керемет әрі ең қарапайым рецепт. Сау болыңыздар.